Мынандай өтірік түрлері бар. Мысалы, көрмеген түсін көрдім деп айтатындар бар. Түсінде сені көрдім, бәке, мындай кел. Маған аян берді Алла Тағала, бір атаны көрдім, ойбай, сен жүз жасайды екенсің, анаудан мынау деп өтірік айтатындар болса, тоже күнә болады. Тек ол емес, в общем, көрмеген нәрсесін түсінде көрдім деп өтірік айтатын болса, күнә. Бұл туралы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Сахих хадистер, бұлар барлығы сахих хадистер. Достоверный риwayаттар. Мән тахаллама бихулмин лам яраху куллифа ан яқида байна шаиратайни ва лан яф'ал. Кім көрмеген түсін көрдім деп халыққа өтірік айтатын болса, Алла Тағала қиямет күні оны тірілтіп, қолына арпаның 2 дәнін береді дейді. Қанша болады ол? Миллиметрмен. 1 сантиметр жетпейді шығар енді, кішкентай қояқ. Соның 2-ін беріп айтады дейді. Ана өтірік айтқанға. Осы 2-ін бір-біріне байла деп айтады дейді Алла Тағала. Байлай алмайсың ғой. Қалай байланады ол? Байлай алмағасын Алла Тағала оны тозақтың отына лақтырады дейді. Енді азапты алып. Сен өтірік айттың, өтірікшісің деп тозаққа лақтырады. Көбейіп кетті ғой анандай бір адамдар, түсімде пайғамбарды көрдім. Пайғамбар былай деп айтты, солай деп айтты. Соңғы уақытта көбейіп кетті. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде "Мен раани фил манами фақад раани", кім мені түсінде көрген болса, пайғамбар айтып жатыр саллаллаху алейхи ва саллям, расында ол мені көрген болады. Фа инна шайтана ла ятамассалу фи сурати, расында шайтан ол менің бейнеме кіре алмайды дейді. Яғни менің бейнеме кіріп біреуге түсінде ондай бір түсті көрсете алмайды. Шайтанда ондай күш жоқ дейді. Басқа біреудің атасына, әжесіне, апасына, бір әулиенің бейнесіне кіріп кете береді шайтан. Бірақ ни в коем случае пайғамбардың бейнесіне ешқашанда шайтан кіре алмайды. Бұл жерде бір нәрсені түсіндіңіз бе? Менің бейнеме кіре алмайды дейді. Бірақ басқа біреудің бейнесіне кіріп, мен Абдулланың баласы Мұхаммедпін деп айта алады. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін алданып қалмаңдар. Түсінде пайғамбарды көрдім, ол маған Абдулланың баласы Мұхаммедпен деп айтты, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще маған былай деп айтты, сен соңғы имамсың, сен анаусың, сен мынаусың, сен намаз оқымасаң да болады деп айтты дейді. Сосын біз сұраймыз, көрген түсің бар ғой, сол жерде пайғамбарды көрдім де айттым, түрі қандай еді десек, түрін көре алмадым дейді. Или бір қолынан қысқа дейді. Бір жақ шашынан ұзын, бір көзі соқыр. Ондай пайғамбарымыз жоқ біздің. Көрдіңіз бе, шайтан сондайлардың бейнесіне кіріп алады да, пайғамбармын деп өтірік айта алады. Сеніп қалмаңыздар. Бірақ ешқашанда пайғамбардың өзінің бейнесіне кіріп, түсте көріне алмайды. Біз неге оқып жатырық пайғамбардың өмірбаянын, не үшін пайғамбарды қайта-қайта айтамыз, неге дін, ислам, неге көп айтамыз? Пайғамбарды таниық. Анау Шамаил Мұхаммадия деген кітапты не үшін оқыдық? Имам Термизи рахметулла алейхтен только пайғамбар туралы жазылған. Ол кітаптың жартысына дейін оқыдық. Жалғастырамыз нәсіп етсе. Соны оқыған сайын адам пайғамбарын танып бастайды, көзін жұмып бір ойласа, анау хадистердің бәрін қосып, жайлап аз болса да пайғамбарды көз алдына әкеле алады. Жүз әкеле алмаса да. Себебі хадисте бәрі айтылған, шашы мынандай болды, мубарак шашы, сақалы мынандай болды, бойы мынандай болды, денесінің түсі мынандай болды. Айттық па, айтқан жоқпыз ба? Айттық, айтылды. Сол үшін көп оқу керек. Әр көрген түске сеніп қалай бермеңіздер. Түстің жартысынан көбісі шайтани болады. Енді бір нәрсені айтайын. Рухани түстер болады, оны қай кезде көрсе болады, оны айтайын. Кім тахаджудке тұрып, түнгі намазға, тахаджудын оқып, таң намазға дейін күтіп, таң намазын оқып, таң намаздан кейін ұйықтамай, ишрақты күтетін болса, яғни күннің арқа бойы, күннің найза бойы көтеріліп кететін уақытқа дейін отырып, сол қалай күн көтеріледі, 2 рекағаттық жаңағы ишрақ намазын оқитын болса, сол 2 арада зікірмен, жаңағы Құран оқумен, сондай жақсы нәрселермен өткізіп, ишрақ намазын оқып барып демалса, ұйықтап, сол кезде көрген түсінің көбісі, сондай түстердің көбісі рухани болады. Естеріңіздеріңіз. Бұны ешкім сіздерге әлі айтқан жоқ. Сол үшін бұрын әулиелер, ғалым уламалар түнімен ұйықтамайды. Намаз, ғибадат, зікір, құлшылық, фікір, шүкір сондай нәрселермен өткізеді де, ишрақты оқып болғаннан кейін бір басымды қойып демалайын деп ұйықтайды екен. 10 сағат ұйықтамайды анау біз сияқты. 1 сағат, жарты сағат, 45 минут. Сол кезде көретін түстері рухани екен. Және кім таң намаздан кейін ұйықтамай, таң намаз оққан жерінде отырып, немесе сол жерді
тәрк қылмай, яғни шығып кетпей сол жерде болып, ишрақты күтіп, ишрақ намазын оқып болса, арасын және де жаңағыдай зікірмен, Құран оқумен өткізетін болса, пайғамбардың хадисі ол адамға бір қабыл болған умра қажылық, бір қабыл болған мәбрур, қабыл болған үлкен қажылықтың сауабы жазылады. Сауап шашылып отыр ғой, тек жинайтын адам жоқ, біз жинамай жүрік қой. Сондай хадистер бар.